Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерге алдыма келген бір пациенттің жағдайын айтып кеткім келіп тұр. Ол қыз бірнеше уақыт бойы инсеминация деген ұрықтандырудың бір түріне дайындалып жүрген қыз екен. Әрине басқа гинекологта емделген екен. Мен бүгін қарағанымда ол кісіден мына қынаптың ішінде, орысша айтқанда влагалищаның ішінде множественный остроконечный кандиломы деген нәрселерді көрдім. Ол қынаптың ішінде өсетін сүйел сияқты нәрсе. Егерде оны емдемесе, сол сүйел, қазақ қыздары біледі ғой, қойдың шек қарынын аршыған кездегі жалбырлақтар сияқты ары қарай көбейе береді. Ол қыз-келіншектердің көтеруіне әрине кері әсерін білдіреді, кері әсерін көрсетеді. Оны емдеу үшін біраз жаңағы зерттеулерден өту керек болады. Қан, зәр дегенде өткізу керек болады. Содан кейін мазоктың түрлері болады, суықтың мазогы болады қаралынатын. Ең бастысы инфекцияларды көрсететін анализ тапсырылу керек. Сол жерде қандай инфекциялар шығып тұр, қандай бактериялар шығып тұр, соны емдеп барып, оны ары қарай күйдіруге, зерттеуге болады. Емдеу керек оны. Оның емі аз уақыт алмаңыз болып жатса, осы номерге хабарласуларыңызға болады.